Сәлем достар, сіздермен бірге драма тайм. Видео басталмас бұрын каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бүгін сіздерге 2023 жылы ең үздік деген және де 10-10 баға қоятын 5 драма жайлы айтатын боламын. Бірінші бізде Черный рыцарь, фантастика, боевик жанрында түсірілген 47 минут 6 эпизодтан тұрады. Драма жер мен комета соқтығысып, құрлықтардың басым бөлігі су астында қалып, Корея желі шөлге айналған уақыт туралы баяндайды. Тірі қалғандар халықтың 1% ғана құрайды. Олар әртүрлі топтарға бөлініп, жиі бір-бірімен қақтығысады. Олардың арасында ерекше адамдар көрерлер болды. Олар оттегі мен азық-түлікті жеткізеді. Босқындармен күресіп шөлдерде жүреді. Bir күні олардың бірі қорқынышты және аты аңызға айналған жүргізуші рыцарь 5-8 босқын Савольді кездестіреді. Ол өзі сияқты болуды армандайды және осы кездесуден кейін көрерді жаңа шытырман оқиғалар күтіп тұрады. Драмада негізгі злодей рөлін Сон Хён ойнап шығады. Ол барлық босқындардың көзін қақпақ болып, арнайы ұйым жасақтайды. Оны тоқтату үшін және де барлық босқындарды босату үшін Саволь көрер болмақ мақсатында сынақтардан өте бастайды. Әрине, ол басқа босқындардан ерекше болды. Екінші драма бізде знаменитость. Драма өте жақсы. Мен бірінші бөлімнен бастап таң қалдым. Сондықтан көруге ұсынамын. Бар болған 12 эпизод 54 минуттан тұрады. Драма қазіргі атақты адамдар арасындағы негізгі мәселелерді, көре алмаушылық, қызғаныштық жайлы айтады. Кәдімгі косметика сатушы, әйгілі блогер болған өзінің бұрынғы бала күнгі досын кездестіреді және әртүрлі жағдайлардың қарапайым үйлесуі салдарынан жұлдыздар әлеміне түседі. Онда ол әртүрлі күйзелістерден бастан кешіреді, махаббатты кездестіреді, көптеген достарымен жақындарынан айырылады. Сонымен қатар оның дүниетанымын түбегейлі өзгертеді. Әлеуметтік желідегі танымал жұлдыздардың арасында кенеттен Суари есімді қыз пайда болады. Инста желісінде миллионник инфлюенсерлердің бірі болып, ең үздік деген блогерлермен және модельдермен жұмыс жасайды. Bir хабарда Суари миллиондаған жазушыларды жинайды, бірақ атақ үшін емес, кек алу үшін. Сондай-ақ оны өзінің бір оқырманы өлтіргенін айтып, және де басқа да инфлюенсерлердің бар сырларын өзінің тікелей эфирінде жайып салады. Үшінші драма бізде Охотничьи псы. Драма 2023 жылы 15 маусымда басталды және де Netflix-тің рейтингін көрсететін бойынша көшбасшы болды. Көрсетілімнің алғашқы 3 күнінде Оңтүстік Кореяда 28 миллион сағат қаралым жинаған. Ким Гон У есімді басты кейіпкерлердің анасы алаяқтарға алданып қалуынан басталады. Оған көмектесу үшін ол Оңтүстік Кореяда ең беделді жанұялардың бірі болып табылатын қылмыскерлер отбасының қуатты басшысына қарсы шығады. Қылмыстық топпен күресу әрқашан ережесіз күрес болып табылады. Конг-фу кезекте бір жекпе-жегінде И Джин деген жігітпен жолығады. Көп ұзамай екеуі жақын достарға айналады. Бұрынғы несие алушы Чой да бірнеше достарына көмектеседі. Өткен күнәларының игі істерімен өтеуге қалайды. Төртінші драма бізде Худший из Зол, боевик криминал триллер жанрында түсірілген. Басты рөлдерді Джи Чонг Ук пен Ви Ха Джун және де Им Семи сомдайды. Драма барысында Сеул 1994 жылы Каннамдағы түнгі клубтардың бірінде Чон Ги Чоль диджей болып жұмыс жасайды. Bir күні ол мафияның ең ірі өкілдерінің бірі сержант Чанның қызметтік ұсыныс алады. Қазір оның жанында Чон достарымен жұмыс істейді. Алайда Чон Ги Чоль лайықты қызметке ие болмай, Чанның орнына өзі тұрмақшы болады. 1 жылдан кейін бұрынғы диджей Каннамның иесі болып шығады. Дәл осы уақытта Кореяда аса қауіпті әрі ауқымды есірткі тарату желісінде ұстау бойынша арнайы операция басталады. Полиция мұның барысында Чон Ги Чоль тұр екен деп күдіктеледі. Алайда оны қылмыс үстінде ұстау оңай емес еді. Қатардағы полиция қызметкері Джун Мо топқа еніп, оның жетекшісіне жақын болады. Дегенмен Пак қандай құпияларды ашу керектігін білмейді. Төбелес, қан, есірткі, мафияға қарсы полиция бір қарағанда өте болжамды аяқталу бар әдеттегі экшн фильмі, бірақ ол олай емес. Билік үшін күрес кезінде Чон Ги Чоль ең жақын достарынан айырылады. Қылмыстық іскерлігіне және сыртқы қатыгездігіне қарамастан, ол әлі күнге дейін бұрынғы қызды жақсы көрді. Құпия, үнсіз, харизматикалық және өте қауіпті Ги Чоль әрқашан қалағанын алуға дайын болатын. Ал бұл жолы Юджин оныкі болатынына сенімді. Пак Джунның жұмысында әйелін де қатты жақсы көреді. Барлық күш-жігеріне қарамастан ол жұмысты жоғарылата алмайды. Оның бәрі бұрынғы қылмысы бар нашақор әкесінің кесірінен. Мәселе мұнда. Оның әйелінің отбасы жақсы мансаптық өсуі қол жеткізген полиция қызметкерлері. Олармен салыстырғанда Чон Мо
жеңіліске ұшырайды. Бұл оның мақтанышына қатты әсер етеді. Жоғары көтерілу үшін ол Чон Ги-чульдің бандысына енуге келіседі. Тек стандартты құпия арқылы операция жеке мәселеге айналады. Өйткені Пак оның әйелі мен бастығының бір кездері жақын дос болғанын біледі. 5-ші драма бізде Ичжэ скоро умрет. Қарапайым және талантты жігіт Чо Ичжэ туралы. Онымен бәрі жақсы, оны жақсы көретін әдемі құрбысы және қамқор анасы бар. Алда тек керемет өмір күтеді. Бірақ бір күні сұхбатқа бара жатқан жолда оның өмірін түбегейлі өзгертетін оқиға болады. Ал келесі бірнеше жылда ол өзінің өмірін бұрынғы жолына қайтаруға тырысады. Бірақ адамның мүмкіндіктері шексіз емес. Bir күні ол бұл азапты тоқтатуды шешеді және шатырдан секіреді. Бірақ өлім ханымы оны жоспарлаған уақыттан ертерек кездестіруді шешкеніне ашуланады және жаза тағайындайды. Ичжэ өлетін және аман қалуға тырысатын адамдардың денесіне оралады. Содан кейін ол кешіріліп, денесінде орналасқан адамның өмірін жалғастыруға рұқсат етіледі. Әйтпесе ол тікелей тозаққа түседі. Небәрі 8 эпизодта біздің алдымызда 12 адамның өмірі бейнеленеді. Жаман, жақсы, қорғансыз, күшті, қорқынышты және аңғал. Топтық соғыстар, бай чеболдар, маньяктар және өмірі оңай емес адамдар бар. Кейде кейіпкерлердің өмір сүруі үшін жай ғана ақыл-парасаты жетпейді. Кейде оған таңдау жетіспейді, ал кейде ол өзінің кім екенін ұмытады. Бірақ әрбір өлім алдыңғысынан гөрі физикалық жағынан ғана емес, рухани жағынан да ауыр болады. Ол өмір сүретін әрбір өмір оған қандай жағдайда да өмір сүру керек деген ойды жеткізеді. Өйткені кез келген сәтте бәрі өзгеру мүмкін. Бүгін сіз жоғарыдасыз, ал ертең ең төменгі жағындасыз. Маған сериалдың басындағы тез өлімнің шиеленісуі баяу-баяуланып, соңында кейіпкердің ұзағынан өмір сүретіндігі ұнады. Ең қызығы, өлім Ичжэні кездейсоқ дүниелерге тастамайды. Ол кейіпкерлерге қателігінің тереңдігін түсінуге көмектесетін адамдардың тағдырын анық таңдайды. Видео сізге ұнады деген ойдамын. Каналға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.